Және ақпарат министрлігіне айтарым, бағана сіздер трансляцияға байланысты айттыңыздар. Осыны біз бюджетті тиімді қолдану үшін букмекерлерден тек қана трансляцияға осы сіздерден рұқсат сұрап тұрмыз. Сонда бюджетті тиімді қолдану деген халықтан ақша алу ғой. Сіздердің сонда сіздің позицияларыңыз сол ма? Халықтан ақшаны алып, сол халық ажырасап, суицидқа барады, сіздер трансляцияны көрсетесіздер, сол дұрыс деп тұрсыздар ма? Сонда сіздердің позицияңызды түсінбедім. Және де одан басқа көздер жоқ па трансляция көрсететін? Осы уақытқа дейін сонда біз қандай қаражатқа трансляцияны көріп келдік? Бұл сұрақ, ал және бана зейнетақы ұлттық банкқа тағы да қайталайым сұрақты. Зейнет қорына байланысты емес сұрақ. Сұрақ мемлекеттік басқа тәжірибе. Бұл мысалы Великобританияда былай қолданады. Зейнетақы 10% болатын болса, лудаман ойнағысы келетін адам сол зейнетақыға байланысты ғана 10%-ға ғана ойнай алады. Бұл лимит. Біз солай істей аламыз ба? Сол кезде біздің бүкіл проблема шешіледі. Жақсы. Жаңа бірінші сұраққа жауап беріліп еді ғой. Тағы да туризм спорт министрлігі ғой. Мәдениет және ақпарат министрлігі. Ол қойылып еді ғой бағана сұрақ. Тағы да. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті Руслан Рысбекұлы. Сіздің мен тағы да анықтайын өзім жауабымды. Ең алдымен халықтың ақшасы емес. Букмекерлік жарнаманы не үшін біз тартып жатырмыз арнайы сайттарда? Ең алдымен бюджеттік шығындарды үнемдеу үшін. Яғни мемлекет тарапынан төлегенше қазіргі таңда және болашақта біз мынау букмекер жарнамалаушылардың алған жөн деп санаймыз. Ол біріншіден. Екіншіден, біз ойламаймыз уәкілетті орган ретінде және мен, егерде біз спорттық сайттарымызда шектелген жарнама көрсетсек, ертең біздің ажырасу үдерісі көбейеді деп біз ойламаймыз. Сондықтан біз тек қана үнемдеу және медиа саланың қаржылай өздерінің кірістері едәуір түсіп кетпеу үшін осындай уәжбен ұсынысты енгізіп отырғанбыз. Рахмет. Жақсы. Ұлттық банк сөз сұрап отырмын. Руслан Рысбекұлы, рахмет. Ұсынысты қолдауға мүмкіндік бар. Соған депутат отырыс жұмыс тобының арқылы қарастырайық. Біз қолдаймыз. Жарнама бойынша бір ауыз сөз. Біз қолдаймыз. Жақсы. Құрметті әріптестер, біз заң жобасын депутаттар даярлаған кезде АРВ деген түсінік бар. Соның аясында біз толық жарнамаға блэкаут жасайтын ұсынысты бергенбіз үкіметке. Бірақ соны зерделей келе, талдау барлығының қорытындысы бойынша қазіргі таңда біз 90% жарнаманы шегереміз да, 10%-ын тек қана спорттық салаларды ғана қолдауға бағыттап отырмыз. Бұл қазіргі таңда осы заң жобасының аясында қабылданатын бірінші талабымыз осы. Рахмет.